Жайқын дариясының құяр аяғы. Қызылқым шөлістанлығынан бастанып, ақыры Арал теңізіне дейін келіп жеткен бұл қасиетлі мәканда, арғы басы печенеклерден бастанып, 8-10 әсірлерде халық болып қалыптаскен қарақалпақлар, әзіргі күнде туысқан халықлар менен бірлікте бір шаңырақ ағзаларындай тату тұрмыс кешірмекте. Ертеде Авестаның өмір сүрген бұл топырақларында ұлы ойшыл Абу Райхан Беруни, Сулайман Бақырғани, Қарақалпақ әдебиетінің тикарын салушылар Жиен Жырау, Күнқожа, Әжнияз, Бердақ сияқлы әжайып инсанлар дүнияға келген. Қарақалпақлардың өтмішіне, олардың өз еркіндігіне, өз тілінің қадірленуіне болған ұмтылушылығы тек қана тарих бетлерінде, өзлері бұният еткен ескі қалалардың ұныраған дивалларында ғана із қалдырып келген еді. 1991 жыл, 31 август. Бұл күні Өзбекстан үкіметі өз қаресізлігін жариялады. Оның құрамында 1990 жылы 14 декабрьден бастап суверенді республика деп тән алынған Қарақалпақстан Республикасы хақиқи қаресіздікке ерісіп, Өзбекстан Республикасы менен айдың келешекке қарай нық қадам таслап бармақта. Қарақалпақстан Өзбекстан Республикасының 39% жер көлеміне ие болған 1,5 миллион халқы бар, 90-нан астам миллет уәкілдерінен ібарат көп миллетлі өлке. Бұл өлкеде жасаушы халықтың тикарғы кәсіпкәрі диқаншылық, шаруашылық, балықшылық һәм өнерменшілік. Мәмлекетіміз қаресіздігінен кейін халық қожалығының һәм тарауларына болған көз қарас күллей өзгерді. Әпуайы диқан халқы жер иесіне айланды. Пақта егісінің жеке үстемлігіне шек қойылды. Өзбекстан Республикасы Әли Мәжілісінің депутаты Ағатай Адилов көп жылдық бай тәжірибеге ие, талапшан һәм іскер азамат. Ол басқарған Ақтакөпір шіркет қожалығы әр жыл сайын белгіленген ережелерін республикада біріншілерден болып орындап шығады. Төрткүллі Кенже Байдуллаев та Құбылада ат көтерген диқанлардың бірі. Ол басқарған Хиуа фермер қожалығы 45 гектар жерінің 10 гектарына бидай, 17 гектарына пақта, 13 гектарына салы егіп, оннан мол өнім жетілістіріп жатыр. Көп тараулы фермер қожалығында 30 бас қарамал, 40-50 қой ешкі, 20 ұялы пал әрре өсірмекте. Бұл фермер қожалығы мәмлекетлік шартнама бойынша әр жылы 7 тонна сүт, 4,5 тонна көш, 400 килограммнан астам пілле тапсырады. Өзбекстан Республикасы үкіметінің қолдап қуатлауы менен Арал теңізінің қурап қалған ұлтанында кең көлемлі нефт һәм газ барлау жұмыстары басталды. Бұрын тұзлы шаң тозаңы менен безар етіп келген теңіз жағалаулары енді инсан үшін бауырын иіп, өзінің нефт һәм газ байлығын інәм етпекте. Қанегелер, Қарақалпақстан келешекте кіші Кувейт сияқлы жер асты байлықтарына бай өлке болады деген болжауларды білдірмекте. Соңғы жылларда республикамызда іспілерменлікті, кіші һәм орта бизнесті рауажландыру үшін әр тәріплеме қолай шараятлар дүзіп беріліп атыры. Әсіресе, сырт ел инвестициясы менен технологиясын алып келу екі тарап үшін да оғада пайдалы. Израилдің Нефтофим фирмасының үскінілерін алып келіп орнату арқалы Қарақалпақстан теплица қожалығы жәмәәті жетілістіретуін ауыл қожалығы өнімлерінің мұғдарын 2,5 есе арттыруға ерісті. Диқаншылық үшін сарқыланатын судың минерал төгілердің мұғдары әдеуір кемейді. Нөкісте
Іске қосылған Уздумрабита косып қарқанасының іске түсуі нәтижесінде пайтақ тұрғынлары ұялы телефонлардан пайдалану үшін мүмкіншіліктерге ие болды. Ұялы телефон байланысы қалеген орыннан дүнияның көплеген мемлекеттеріне іркінішсіз қоңырау ету мүмкіншілігін жаратты. Республикамыздың денсаулықты сақлау тарауының жұмыслары соңғы жылларда барған сайын жетілісіп, халыққа игілігі қызмет етіп жатыр. Еліміз президенті Ислам Каримовтың Өзбекстан денсаулықты сақлау тарауларын реформаластырудың мемлекеттік бағдарламасы аттында қабыл еткен фәрманы осы тарау жұмыстарын еледе жақсылау һәм жетілістіру үшін кең мүмкіншіліктерді жаратып берді. Қарақалпақстан Республикалық қыстаулы медициналық тез жәрдем орайының жамағаты адамлар тосыннан ауырғанда, бақытсыз хадиселер жүз бергенде жоғары квалификациялы һәм бейпұл медициналық қызмет көрсетеді. Бұл жерде терапия, хирургия, гинекология, травматология, нейрохирургия, күйіклер, реабилитация һәм физиотерапия бөлімлері бар. Республикамыз қаресіздікке еріскен дәстепі жылдардан бастап-ақ 4-ші хакимият уәкілдері елімізде әмелге асырып атырған игілікті істерді, қаресіздік жемістерін халықтың жеке тұрмысындағы, жәмиеттегі саяси һәм социалдық өзгерістерді баспасөз беттерінде сәулелендіріп атыр. Әмудария сауалландыру комплексі қаресіздігіміздің мақтанышлы жеңістерінің бірі. Ол президентіміздің орта һәм кіші бизнесті рауажландыру, оларды кредиттер беру арқылы қаржыландыру саясаты нәтижесінде жүзеге келді. Бүгінгі күнде бұл жерде пайтақ жастарының кеулі демалуы, шынығуы һәм өз денсаулықтарын бекемдеу үшін һәмме мүмкіншіліктер бар. Хақиқатын айтқанда, бұндай комплекс пайтақтымызда бұрын болмаған еді. Жаһан тілдерін үйрену бүгінгі жастарымыздың ең басты мақсатларының бірі. Ал жастар біздің ертеңгі келешегіміз. Қарақалпақ жастарының дүниялық аренаға шығуында прогресс тіл үйрену мектебі үлкен әхметке ие болды. Бұл мектепті англичан тілін жетік меңгерген өспірімдеріміз бүгінгі күнде Америка, Англия сияқты дүнияның рауажланған мемлекеттерінде өздерінің білімдерін оннан ары жетілістіруге миясар болды. Бұл дәстүр тұрақты түрде давам етіп келмекте. Спорт тынышлық елшісі. Мемлекетіміздің атын дүнияға танытуда спортшыларымыздың орны оға да ұлы. Бүгінгі күнде тек қана Өзбекстан көлемінде емес, ал дүние жүзілік аренаға шыға бастады. Олардың еріскен жеңістері арқылы Өзбекстанды, оның ажыралмас бір бөлігі болған Қарақалпақстанды дүния және де кеңірек тани бастады. Пайтақтымыз байрам құшағында 2000 жылдан астам тарихқа ие болған Нүкіс қаласының республикамыздың пайтақты болып белгіленгеніне 70 жыл толды. Ұлы тойда президентіміз Ислам Каримовтың өзі қатынасып, бүткіл Қарақалпақ халқына айтқан құттықтау сөздері республика минеткешлерін және де жаңа жеңістерге қарай рухландырды. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, muhtaram mehmonlar. Bugun biz Qoraqalpoq elining go'zal poytaxti, yurtimizning shimoliy darvozasi bo'lmish Nukus shahrining 70 yillik to'yini bayram qilmoqdamiz. Mana shu qutlug' sana munosabati bilan siz azizlarni, sizlarning siymongizda butun Qoraqalpog'iston ahlini
chin qalbimdan muborakbod etib, barchangizga o'zimning hurmat, ehtiromim va samimiy tilaklarimni bildirishga ijozat bergaysizlar. Muhtaram vatandoshlar, qadrdonlarim, Qoraqalpoq diyori, Qoraqalpoq elini ulug'laydigan alomat va xususiyatlar haqida ko'p gapirish mumkin. Lekin bularning hammasini bir so'z bilan ifoda etadigan bo'lsak, Qoraqalpoq maqolida aytilgandek, xalqning baxtu taxti uning tug'ilib o'sgan yeridir. Uning jipsligi, ahilligi va og'iz birligidir. Bugungi unutilmas lahzalarda siz azizlarning ochiq chehrangizga boqib, avval ham aytgan bir fikrimni yana takrorlamoqchiman. O'zimni nafaqat o'zbek, balki Qoraqalpoq xalqini ham farzandi deb hisoblash menga har doim kuch-quvvat va qanot bag'ishlaydi. Timur babam dastanın, Cahangirşim şarşıman. Dünya bizden sorasan, Özbekistan vatanı. Tanım şimdi canım, Жасағай бұл еламан, Өзбекстан ватанын Қарақалпақтан боламан. Тәнім ішінде жаным, Жасағай бұл еламан, Өзбекстан ватанын Қарақалпақтан боламан. Dünya bizden sorar.